Қу түлкі мен қасқыр. Ертеде шал мен кемпір болыпты. Балалары жоқ, екеуі ғана өмір сүріпті. Бір күні шал: кемпір, бүгін бәліш пісір. Мен біраз балық аулап келейін деп киіне бастайды. Сыртқа шығып шананы атқа жегіп, балық аулауға кетеді. Түс қайта аулаған балықтарды шанаға салып, үйіне қайтады. Балық аулап келе жатқан шалды бір түлкі көреді. Ол қулығын асырып, балықты жеп кеткісі келеді. Сөйтіп жолға өтірік өлген болып жата кетеді. Жолда жатқан түлкіні көріп, қуанған шал: «Міне олжа, кемпіріме апарып берейін, тонына жаға болады» деп ойлайды. Шал түлкіні шанасына балықтардың жанына салады. Өзі атын жетектеп үйіне қарай аяңдайды. Ал бұл кезде түлкі балықтарды біртіндеп жолға тастап отырады. Олжасын түгел лақтырып болған соң өзі де шанадан түсіп қалады. Үйіне жеткен соң шал: «Кемпірім-ау, бері келші, саған әкелген сыйлығым бар» дейді. «Қане, ол қандай сыйлық?» деп кемпір үйінен жүгіріп шығады. «Әне, үйілген балықтардың үстінде тоныңа жаға тұр» дейді. Бос шананы көрген кемпірі: «Алжыдың ба, мені неге алдайсың?» деп шалдың жебіріне жетеді. Балықтың да түлкінің де жоқ екенін көрген шал алданғанын түсініп, өкініштен сан соғып қалады. Бұл кезде қу түлкі балықтарды бір жерге жинап, рахаттана жеп отырған еді. Оны аш қасқыр көріп қасына келеді. «Амансың ба, Түлкіжан?» «Аман, аман, қасқыр аға» дейді. «Балығыңнан маған да берші» дейді. Түлкі: «Жоқ, бере алмаймын, өзің аулап же» дейді. «Қасқыр мен аулай алмаймын ғой» дейді. «Оның еш қиындығы жоқ, өзеннің ортасына барып, мұзды ойып ал. Сол жерге барып құйрығыңды салсаң, балықтар өзінен өзі іліне береді. Содан кейін құйрығыңды балықтармен бірге суырып аласың. Тек ол үшін ұзақ отыру керек» дейді түлкі қуланып. Аңқау қасқыр түлкінің сөзіне сенеді. Өзенге барып мұзды ойып, құйрығын суға салып: «Қармаққа ілінші, кіші үлкені» деп қайталап суда отыра береді. Қасқырдың соңынан өзенге түлкі де келіп жетеді. Сыртынан бақылап отырған ол: «Отыр, жүйрігім, мұз боп қатсын құйрығың» дейді. Түлкінің сөзін шала естіген қасқыр: «Түлкіжан, бірдеме дедің бе?» деп сұрайды. «Жоқ, мен жай ғана саған көмектесіп жатырмын» дейді де қайтадан: «Отыр, жүйрігім, мұз боп қатсын құйрығың» дейді түлкі қулана. Осылайша қасқыр түні бойы тапжылмай мұзда балық аулап отыра береді. Судағы құйрығы қатып ауырлаған сайын балық ілініп жатыр деп ойлайды. Таң ата қасқыр олжасын суырып алып үйіне қайтпақшы еді. Бірақ әбден мұз боп қатқан құйрығы судан шықпайды. Ары-бері тартқылап көреді. «Ұзақ отырғаным жақсы болды ғой, жақсылап тоямын» деп өзін жұбатады. Бұл кезде су алуға өзенге келген қыз-келіншектер оны көріп: «Қасқыр, ұстаңдар оны» деп ұрып айқайға басады. Қолдарына түскен затпен қасқырды тоқпақтай бастайды. Тоқпақтың астында қалған қасқыр ары жұлқынып, бері жұлқынып, ақыры құйрығы жұлынып мұзда қалады. Өзі алды-артына қарамай безе жөнеледі. Қашып келе жатып: «Қап бәлем түлкі, қолыма түссең оңдырмаймын» деп ойлайды. Ал қу түлкі ауылдағы шуды пайдаланып бір үйге ұрлыққа түседі. Қорасына кіріп, тапқан-таянғанын жеп, тұмсығына ұңғам алып шығады. Содан соң қулығын асырмақшы болып, тағы да өлген болып, жолға жата қалады. Оны тілі салақтап, шаршап келе жатқан қасқыр көреді. «Ал түлкі, иманыңды үйре бер» дейді ашуланып қасқыр. «Балық аулауды үйреткенің осы ма? Мені соққыға жықтырдың. Сабыр, қасқыр аға. Сенен қан ақса, менің миымды шашты. Қарасаңызшы» деп түлкі ұн жағылған тұмсығын көрсетіп мүләйімсейді. «Саған менен де қиын болған екен ғой» дейді қасқыр тағы да алданып.
кел арқама мін, жеткізіп салайын. Айласын асырған түлкі қасқырдың арқасына мініп, соғылмағанды арқалап келеді деп айқайлап өлең айтып келеді. Не деп келесің, Түлкіжан, деп қасқыр сұрайды. Мен аға, соғылмағанды арқалап келеді деймін дейді. Солай де, Түлкіжан, деп аңқау қасқыр түлкіні арқалаған күйі жүріп келе береді.